Арма ардақты әлеумет, назарларыңызда жаршы ақпараттық апталығы. Сіздермен бірге мен Нұрлан Тәшімтегі. Апта ағымындағы айшықты жаңалықтарды айтайын. Қазақстанның мемлекеттік органдары және ақш елшілігінің қатысуымен адам құқықтары жөніндегі жұмыс тобының кезекті 10-шы отырысы өтті. Отырыстың жұмысына Қазақстан Республикасы ақпараттық және қоғамдық даму министрлігінің Дін істер комитетінің төрағасы Ержан Дүкежанов қатысты. Ол Қазақстан мен ақш арасындағы екі жақты өзара тиімді ынтымақтастық аясында, оның ішінде адамның діни сенім бостандығының құқықтарын қамтамасыз ету мәселелері бойынша сенімді қарым-қатынас жалғасып жатқанын атап өтті. Шара барысында Қазақстандағы діни сенім бостандығын қамтамасыз ету, сондай-ақ діни бірлестіктердің құқықтарын қорғау бойынша тәжірибе алмасу мәселелері талқыланды. Өткен шығарылымда хабарлағанымыздай, Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің бастамасымен Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті дін саласында маманданған журналистер үшін оқыту курстарын өткізген еді. Курстың алғашқы спикері Қазақстан Республикасы президентінің саяси мәселелер жөніндегі көмекшісі Ерлан Карин, Қазақстанның халықаралық қатынастар мен ұлттық қауіпсіздікті сақтаудағы стратегиялар жөнінде айтты. Ал Евразия ұлттық университетінің проректоры Дихан Қамзабекұлы 5 күндік курсқа қатысушыларға бақта діни тақырыптарды жария ету, діни сенім бостандығына, құқық, діни сауаттылық, діни мәселелерді жария етудегі журналистердің қауіпсіздігі, рухани құндылықтарды тәрбиелеудегі бақтың рөлін түсіндірді. Қызылорда қаласындағы ЗК-169-5 түзету мекемесінде жазасын өтеп жатқан терроризмді насихаттаған азаматқа сот үкім шығарды. Айыпталушы халықаралық террорлық ұйымның әрекетін құптап, намаз оқымайтындарды кәпірге теңеген. Істі қараған судья оны 6 жылға соттады. Ол енді өтелмеген мерзімін қосқанда 9 жылды құрайтын уақытын қатаң режимді колонияда өткізеді. Ислам діні атын жамылып, деструктивті діни ағымдардың жақтастары кез келген бағыт бойынша, соның ішінде ғаламтор арқылы жастарымыздың санасын улап, қоғамға іріткі салып бағуда. Бұл тұрғыда әлеуметтік желінің пайдасына зияны басымырақ екені күн өткен сайын дәлелденіп келеді. Радикалды ағымдар көбінесе Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Telegram, TikTok әлеуметтік желілерінде кең қолданысқа ие. Экстремистер желіге жіпсіз байланған жастарды аңдып зерттеп, шабуылдар жасайды. Назар аударту мақсатында түрлі форматта контент жасайды. Әсіресе жасөспірімдер арасында танымал болған TikTok таптырмас құрал. Бұл материал облыстағы ата басылым Сыр бойы газетінде жарық көрді. Ой саларлы құнды мақала оқырманға әсер етті деп сенеміз. Өткен жылдың еншісіндегі есепте діни алауыздықты қоздыруға бағытталған деген баппен 64 қылмыстық іс қаралды. Ғаламторда соғысты насихаттау азайғанымен деструктивті діни ағым мүшелері алаяқтықпен жасап, өзгенің мүлкін заңсыз иеленулерін доғармауда. Бір ғана мысал, Батыс Қазақстан облысында бір азамат жарты жылда 25 рет ұрлық жасаған. Оның ісі әшкереленіп түрмеге қамалды. Қызылорда облыстық дін мәселені зерттеу орталығының теолог аға маманы Ақерке Ерланқызы зайырлы мемлекеттегі діннің рөлі тақырыбында семинар өткізді. Онлайн форматтағы дәріске қатысушы Сырдария ауданының жастар орталығының мамандарына зайырлы мемлекет ұғымы, діни ұйымдардың қызметі, діни оқу орындар, мемлекет пен діннің ортақ мақсаты түсіндірілді. Бұл бағыттағы шаралар жоспарға сәйкес жүргізіле бермек. Арнамыздың тұрақты көрермендері, жағымды жаңалықтармен қауышайық.